балалар арасындағы зертханаға барып тәжірибелер жасау ең жақсы шешім болмас еді. Оған қоса бас сүйек бейнеленген тетікті қызық үшін басып көру де ақылды адамның ісі емес. Бірақ өкінетін уақыт жоқ, өйткені қазір сенің мутант зомбилардан тезірек қашуың керек. Семен бірге мұнда үй жұмысшысы, зертханадағы көмекші және кәрі профессор бар. Зомбилер әлі алыста болғанымен сендерді құтқаратын тек бір жол бар. Арқаннан тартылған ескі көпір және оның астындағы шатқал. Сен бұл жолды 1 минутта өте аласың. Ал зертхана көмекшісі 2 минутта өтеді. Жұмыскер одан баяуырақ болғандықтан жолды 5 минутта өтсе, кәрі профессордың бұл көпірді жағалай өтуіне бақандай 10 минут кетеді. Профессордың есебіне сәйкес, зомбилер бұл жерге 17 минутта жетеді. Яғни бұл уақыт ішінде барлық 4 адам көпірдің арғы жағына өтіп, арқанды кесіп үлгеруі қажет. Өкінішке орай көпір бір мезетте тек 2 адамды көтере алады. Мұнымен кедергілер аяқталмайды. Тау арасы тас қараңғы болғандықтан, сен жолай тауып алған әлсіз ескі шырақты қолдануың керек. Енді осы мәселені барлығын көпірді уақыттылы өтетіндей етіп шеше аласың ба? Осы шарттарды есте сақта. Көпір үстінде бір мезетте 2-ден көп адам жүруге болмайды. Көпірдегі бір адам шырақты ұстап, екіншісі оның жанында жүруі керек. Және кез келген адам көпірдің арғы не бергі жағында, яғни қараңғыда күтіп тұра алады. Ең маңыздысы, зомбилер келмей тұрып, барлық адамдар көпірдің арғы жағында болуы шарт. Кері жағдайда адамы бар көпірге алғашқы зомбилардың бірі мініп кетуі мүмкін. Ескеретін жағдай, мұнда қандай айла қолдана алмайсың. Шатқалды арқан арқылы өтуге, ағаштарды сал ретінде қолдануға, немесе зомбилармен достасып алуға болмайды. Шешімді өзің тапқың келсе, видеоны дәл қазір тоқтат. Бір қарағанда көпірдің арғы бетіне өту үшін 1 немесе 2 минут жетпей тұрған сияқты. Бірақ бұл мәселенің шешімі бар. Ең бастысы, 2 баяу адамды бірге жүргізу арқылы ысырап болатын уақытты мейлінше азайту. Және де шырақты кері қайтару керек. Ол үшін ең жылдам адам керек болады. Ең басында зертхана көмекшісі екеуің шырақты алып көпірді өтесіңдер. Жарық екеуіңе де түсу үшін сен жылдамдығыңды бәсеңдетесің. Осылай 2 минут өтеді. Кейін сен ең жылдам адам болғаның үшін шырақты алып кейін қайтасың. Барлығы 3 минут қана өтті. Бастамасы жаман емес. Енді қиын бөлігі келді. Профессор мен қызметші шырақты алып жолға шығады. Бұған 10 минут кетеді. Өйткені жұмыскер жүрісін баяулатып, мына зомбилерге түнде көру қасиетін бермегенімде ғой деп мәңгілеп келе жатқан қариямен бірге жүреді. Олар көпірдің арғы бетіне өткенде сендерде тек 4 минут қана уақыт қалады. Және де сен көпірдің бергі жағында қалып қойдың, бірақ есіңде болса, арғы жақта зертхана көмекшісі күтіп тұрған еді. Және ол сенен кейінгі екінші жылдам адам. Демек, ол шырақты профессордан алып кейін қайтады. Енді тек 2 минут қалған кезде сен көмекшімен бірге тағы да көпірді бағындырып, арқанды дәл уақытында кесіп үлгересің. Енді келесі жазда тәжірибелерді кітапханада да өткізе беруге болады.